Бұрындары Қытай билігі жүз мыңдаған мұсылмандарды алып жабық орталықтарда ұстайтынын жасырып келді. Мынау сондай орталықтардың бірі. Қытай билігі енді не себепті орталықты көпшілік назарына ұсынып отыр? Ондағы мақсат мына адамдардың тұтқын емес екенін орталықтағы білім алатын еріктілер ретінде көрсетпек. Сіз мына жерге өз еркіңізбен келдіңіз бе? Иә, мен бұрын экстремизммен ауырып, осында келіп көзқарастарымды өзгерткім келді. Билік атынан келген шенеуніктер барлық сұхбатты қадағалап отырады. Міне, осылай Шыңжаң мұсылмандарын күштеп көзқарастарын өзгертеді. Олардың ішінде ұйғырлар, қазақтар және тағы да басқа халықтар бар. Бұл жерде Қытай тілі әрбір үтір нүктесіне дейін қалдырылмай оқылады. Дінді шектейтін заң тармақтары да оқытылады. Адамдардың бойында осыдан кейін дін мен сенімнен ештеңе қалмай, өзге бір дүние пайда болады. Мен Қытайдың коммунистік партиясын жақсы көремін, деп жазыпты мына адам. Мына жерде сурет сала алсаңыз да, тек бұйрықпен ғана жүретін түрмеге ұқсайды ғой. Мен сіздің түрме деп нені меңзегеніңізді түсінбедім. Бұл білім алатын орталық. Соңғы жылдары Шыңжаңда бүтіндей бір лагерлер жүйесі пайда болды. Мына жерде жақында ғана қорғаныс барьерлері мен күзет орындары болған. Олардың журналистердің келуіне орай бұзып тасталғаны анық. Жақында ғана болған серуен алаңдарының орнында спорттық нысандар пайда болған. Осыған сүйене отырып журналистерге көрсеткендердің барлығы көзбояушылық деп жорамалдауға болады. Қазір Қазақстанда тұратын Рахима Есенбайдың айтуынша, оны телефонында WhatsApp болғандығы үшін ғана қамап тастаған. Бір жылдың ішінде ол Қытайдағы бірнеше лагерде болған. Оның ішінде осы лагерде бар. Рахима лагерлерде зорлық-зомбылық көргенін айтты. Жақсы жағдай тек шетелдік журналистер келгенде ғана жасалады. Ол жақсы деп жіберетіні бұлар бізге алдын ала айтады. Өйткені ондайды өзіміз өткіздік. Мен өзім өткіздім басымнан сол лагерде жатқан кезде. Егер қай-қайсың аузыңнан шығатын болса, сендер бұдан да қиын жерге кетесіңдер деп алдын ала келіп ескертеді. Сол себепті жаңағы о жердегілердің бәрі қорқады да, солардың айтқаны бойынша істейді. Енді далада билеп, ән айтып деген сияқты. Ойға бір сұрақ келеді. Журналистер келмей тұрып, мына адамдарға не айтты екен? Мына адамдардың ешқайсысы да сотталмаған. Қытай билігі болашақ қылмыскерлерді қылмысын жасамай тұрып қамау керектігін айтты. Кейбір адамдардың қылмысқа икемділігі түрінен ақ көрініп тұрады. Сонда не? Олардың біреуді барып өлтіргенін күтіп тұрамыз ба не? Әлде қылмыстың алдын алғанымыз дұрыс па? Көптеген адамдардың айтуынша, олар осы жерде азап көріп, отбасыларынан ажырап, адам толған бөлмелерде қамалады. Бұл проблемалар соншалықты маңызды емес. Ең бастысы қылмыс жасаудың алдында тұрған адамдарды жөнге салып, қоғамға қайтарсақ болғаны. Яғни мына жердегі адамдар қылмыскер емес, әлі ешбір қылмыс жасап үлгермеген болашақ қылмыскерлер. Олар бір ортақ дәретханасы бар бөлмеде 10 адам тұрады. Бұл адамдар бұл жерде қанша күн, қанша ай, қанша жыл болатынын өздері де білмейді. Журналистер осындай басқа да орталықтарды түсіруге талпынды. Өзге орталықтар мектепке ұқсамайды. Қоршаулары да биік, әрі қызметкерлері де қатаң. Қараңғылық түсісімен орталық терезелеріне назар аударсақ, әлі де еріктілердің миын тазартып жатқанын көреміз.